Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай үйге арналған тапочка тоқитын боламыз. Мынау тоқылған түрі. Қазір сіздермен екіншісін тоқылуын көрсетем. Мен мынандай жібек жіптен тоқыдым. Мындай лента сияқты. Түсі осындай екі түсті болып келгеннен кейін әдемі болып шығады екен тапочка. Осындай. Бізге не қажет? Мен екі деген жағымен тоқыдым. Мындай крючоктың қайшы қажет. Және спичка, себебі жіптің шеті сетінеп кетпеу үшін күйдіріп отырамыз. Ал ендеше бастайық. Тоқылу әдісі өте оңай. Дайын табанда осындай арнайы сары жіптері бар. Осы арқылы тоқылады. Мына екінші табанды да осындай өлшемде қалдырып, осы жерден бастаймыз. Сары жіптен крючокты өткіздік. Енді жіпті өткіземіз. Мына жіптің кішкентай жағы үстіне жібереміз, сосын тоқылып кетеді. Осы жерден бір петля іліп аламыз. Мына сары жіп бар ғой, соның астынан өткіземіз. Осылай жұмыс жібін шығарамыз. Бір петля осылай тоқимыз. Енді тағы да біреуін тура солай осы жерден өткіземіз. Жұмыс жібін шығардық. Крючокта мына екі жіп. Осыны екеуін бір өткіземіз. Мына әр сары жіпке екі петля тоқимыз. Келесінен крючокты өткіздік. Жіпті шығардық. Крючокта екі жіп. Осыны бір тоқимыз. Дәл осы жерге тағы да біреуін тоқимыз. Мына кішкентай жіп астында тоқылып кетіп жатыр. Келесіне жіпті шығардық. Крючокта екі жіп. Осыны бір өткіземіз. Дәл осы жерге тағы да біреуін. Әр қайсына екі петлядан тоқып шығамыз. Осылай айналдыра, осының тұсына дейін тоқып шығамыз осылай. Мінекей мен қарсы бетіне келдім, осылай тоқып шықтым. Енді келесі қатарға көшу үшін бізге екі воздушный петля жасап көтеріліп аламыз. Тапочкамызды өзімізге бұрып аламыз. Енді мына тұрған әр қайсысына петляға столбик с накидом тоқылады. Жіпті крючокке ілеміз. Сіздерге жақынырақ көрсетейін. Мына тұрған петляларға тоқитын боламыз. Мына бірінші петляға жіпті орадық крючокқа, шығардық. Мына жерде қазір үшеу тұр ғой. Сол екеуін бір тоқимыз да, тағы да екі петляны бір тоқимыз. Жіпті крючокке ілеміз. Келесі тесіктен, мына келесі неден өткіземіз. Шығарып алдық. Екеуін бір тоқимыз. Тағы екеуін бір тоқимыз.
жіпті ілдік, мына жерден өткіздік, шығардық. Крючокта міне 3 петля тұр. Соның екеуін бір өткіземіз, тағы екеуін бір өткіземіз. Міне осылай қарсы бетіне дейін столбик с накидом тоқып шығуымыз керек әр петляға. Мінекей мен қарсы бетіне дейін тоқып шықтым. Міне осылай болып шықты. Енді осы жерден бір воздушный петля жасап, тапочкамызды өзімізге қаратамыз. Енді әр петляға столбик без накида тоқып шығамыз. Мына тұрған петляларға жіпті өткіземіз крючоктан, жұмыс жібін шығарамыз. Мына 2 петлядан бір өткіземіз. Осылай бір қатар тоқып шығамыз. Келесі қарсы бетіне дейін осылай бір қатар тоқып шығамыз. Мінекей мен соңғы жағына келіп қалдым. Бір петля жасап, осы жерден жіпті қиып тастаймыз. Ұшын спичкамен күйдіріп аламыз, сетінеп кетпеу үшін. Мына жіпті осылай тоқып кететін боламыз қазір. Енді тапочкамыздың жоғар жағын тоқитын боламыз. Ол үшін осылай маркермен ортасын жобалап белгілеп алыңыздар. Қазір мынандай узорлар тоқитын боламыз. Мына отырған бастапқысында 5 узордан бастаймыз. Сол себептен мына маркердің оң жағынан 1, 2, 3, 4, 5, 6 петлядан бастаймыз. Себебі қазір мына жерден бір петля ілеміз, одан кейін біреуін қалдырамыз да, мына жерден түседі узор. Біреуін қалдырамыз, мына 2, тағы бір петля қалдырамыз, 3, 4, 5, сосын біреуін қалдырып, мынадан бекітеміз. Сонда бізде 5 узор болады. 1, 2, 3, 4, 5, мына 6-шысынан бастаймыз. Маркерді алып тастайық. Ол үшін жіпті іліп аламыз. Осы жерден бір петля жасап аламыз. Мен сіздерге жақынырақ көрсетейін. Бір петля іліп алдық. Енді мына тұрған петляның біреуін қалдырып кетеміз. Келесінен тоқимыз. С накидом тоқимыз. Крючокке жіпті ілдік. Енді келесі біреуін қалдырамыз да, келесі петляға жұмыс жібін шығарамыз. Крючокта 3 ғой, петля 2-ін тоқимыз. Тағы да 2-ін бір тоқимыз. Дәл осындай узорды осы жерге саламыз тағы да. Крючокке жіпті ілдік. Дәл осы жерге жіпті крючоктан жұмыс жібін шығарып аламыз. 2-ін бір тоқимыз. 2-ін бір тоқимыз. Бірінші узорымыз шықты. Енді келесі узорды саламыз. Мына біреуін арасында қалдырып отырамыз. Жіпті ілдік крючокке. Петлядан өткіздік. 2-ін бір тоқимыз. Сосын 2-ін бір тоқимыз. Тағы біреуін дәл осы жерге біріне өткіземіз. Столбик с накидом тоқимыз.
міне 2 узор шықты. Арасында мына бір петляны қалдырып отырамыз. Жіпті ілдік крючокке, міне бір петля қалдырдық. Келесіне крючокты өткіземіз. Жұмыс жібін шығарамыз. Міне 3 жіп болды бізде. Енді екеуін бір тоқимыз. Тағы екеуін бір тоқимыз. Дәл осы жерге тағы да бір столбик с накидом тоқимыз. Міне 3 узор болды ма? Енді келесі 4-шісін тоқимыз. Міне 4-еу, енді біреуін тоқимыз. Міне 1, 2, 3, 4, 5 болды. Енді біреуін қалдырып, петляны мына келесісіне бекітеміз. Мына крючоктан жұмыс жібін шығарып, мына жердегі петлядан осылай соединительный жасаймыз да. Осы жерден байлап тастаймыз. Міне жіп тапочкадан өткізіп. Осылай әр қатарда түйіндеп отырамыз жіпті. Мінекей. Бірінші қатарымызды бастадық осылай. 5 узордан. Енді келесіде міне 1, 2 петля тастап, үшіншісіне крючокты өткіземіз. Жіпті шығарып аламыз. Мына жіп тартылып тұрмау керек. Боста болмау керек. Міне осылай тұрады. Осы жерден бір петля іліп аламыз. Енді келесі қатардың бәрі с накидом тоқылады. Крючокке жіпті ілдік. Енді мына жерге мына узор тұр ғой. Соның қасындағы тесікке міне шығарып алдық. Крючокты 3-еу, екеуін бір тоқимыз. 2 петля тағы да тоқимыз. Тағы осы жерге бір столбик с накидом тағы да тоқимыз. Міне бір узорымыз шықты. Енді келесілерін мына тұр ғой узорлар, соның ортасына мына тесіктерге тоқылады. Жіпті орадық крючокке. Мына жерге өткіземіз. Жұмыс жіпті шығардық. Екеуін бір тоқыдық. Тағы да екеуін бір тоқыдық. Тағы біреуін осы жерге тоқимыз. Міне екеу болды. Міне осылай. Енді келесі бізде енді 6 болып шығады. Әр қатарда бір узордан қосылып отырады. Міне соңғы 6-шы узорды тоқимыз. Енді мына жерге келгенде бағана қарсы бетінде екеу тастадық қой, тура сондай 1-2 петля тастап, мына үшіншісіне бекітеміз. Мына жердегі петлядан шығарып аламыз, соединительный жасап. Тапочкадан өткізіп, осы жерден бекітіп тастаймыз. Әр қатарда осылай түйіндеп бекітіп отырамыз. Міне 2 қатар тоқылды. Міне екіншісіне 1, 2, 3, 4, 5, 6 болды. Енді келесі қатарда дәл солай тоқылады. 1, 2, 3. Міне екеуін тастап, үшіншісіне. Мына тапочкаде мен осындай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 қатар тоқыдым. Мына жерде мен алғашқы 3-4 қатар, 3-4 қатар шар, екеуін тастап, үшіншісінен алдым. Одан кейін біреуін тастап,
біреу тастап отырдым. Солай 11 қатар тоқып шықтым. Мына келесі қатарды көрсетейін. Мына 1 2 мына жіпті осылай қоясыздар ғой. Мынау бос болмау керек, тартылмау керек. Осы жерден бір петля жасап аламыз. Крючокке жіпті ілеміз. Енді мына жерге мына узор тұр ғой, соның жанындағы тесікке жұмыс жібін шығарып, екеуінен бір ілеміз, тағы екеуінен бір ілеміз. Тағы да осындай сына кидім, біреуін тоқимыз. Келесісіне енді бізде 7 болып шығу керек узор. Мінекей 1 2 3 4 5 6. Мына жерге енді 7-шісін тоқимыз. Әр қатарда бір узорға артып отырады. Міне бағана қарсы бетінде екеу тастадық қой, 2 петля. Мына жерде де 1 2, үшіншісіне мына жерден соединительный осы петлядан өткіземіз. Бекітіп тастадық. Дәл осылай аяғына дейін 11 қатар мен тоқыдым. Мына тапочкада солай тоқып шығыңыздар. Мінекей мен 11 қатар тоқып шықтым. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Енді тапочкамызды әдемілеп аяқтау үшін мына жерден бір қатар столбик без накида тоқып аяқтаймыз. Aradan bir pетля іліп аламыз. Осылай бір қатар столбик без накидамен тоқып аяқтаймыз тапочканы. Мінекей мен тапочкамды тоқып болдым. Осылай болып шықты. Мен бұл тоққаным кішкентай размер болатын. 32-33. Бұның тағы мен мынандай үлкен размерде тоққам, басы ашығын. Бұл да әдемі шығады. Менің каналымда басы ашық тапочканың мастер-классы бар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.
видеом ұнап жатса каналыма тіркеліп кетіңіздер.